Сәлем достар, бүгін біз тауықтың етін сливочный соуста пісіреміз. Ол үшін тауықтың төс етін видеодағыдай етіп, жіңішке етіп төртке бөліп, кесіп аламыз. Кесілген еттерді енді осылай тақтайдың көмегімен үстінен басып, жіңішке етіп аламыз. Еттерімізді осылай қойып алып, дәміне қарай тұз және қара бұрыш жағамыз. Және екінші бетінде осылай тұзбен бұрышты сүйіп, жақсылап жағамыз. Енді бір пияз алып, оны төрт бұрышты қылып кесіп аламыз. Енді 3 сарымсақты алып, оны да кішкентай қылып кесіп аламыз. Саңырау құлақтарымызды да алып, осылай ортасынан қақ жарып, жартылай шеңбер қылып кесіп аламыз. Жаңағы төс еттің сүйегін лақтырмаймыз. Оны суға салып, пісіріп аламыз. Бізге сорпасы қажет болады. Енді гриль табамызды қосып, оның үстіне кішкене сұйық май құямыз. Әбден қыздырамыз. Енді осылай алдын ала әзірлеп қойған еттерімізді салып, әр жағын 4 минуттан қуырамыз. Табанын бетін ашық ұстаймыз.
осылай 4 минут өткеннен кейін екінші жағын аударып тағы да 4 минут ұстаймыз. Енді бөлек кастрюльге алдын ала қайнатып алған суымызға спагетти салып, оны да пісіріп әзірлеп аламыз. Енді осындай фольгаға жаңағы қуырылған еттерімізді салып, жақсылап орап, жауып қоямыз. Енді сливочный соус жасаймыз. Ол үшін табамызды қосып алып, май құйып жақсылап қыздырамыз. Енді пиязымыз бен сарымсағымызды жақсылап қыздырып аламыз. Енді пиязымыздың үстіне осылай 10 грамм май саламыз. Пиязымыздың үстіне жаңағы самырақ құлақтарымызды салып, оларды да жақсылап қуырамыз.
Енді жаңағы қайнап жатқан сорпамыздан 1 стакан сорпа құямыз. Үстіне енді 1 стакан 33% кілегейімізді құямыз. Енді дәміне қарай үстіне қара бұрыш себеміз. Және тұз себеміз. Енді мына соусымыздың үстіне жаңағы алдын ала қуырып алған еттерімізді осылай кішкентай бөлшектерге бөліп, жақсылап пісіріп аламыз. Енді ірімшігімізді алып, осылай үккіштен өткізіп аламыз. Оны қазір соусымыздың үстіне саламыз. Ірімшіктерімізді осылай соустың бетіне салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей, тауығымыз да әзір болды. Дәмі өте керемет. Сіздер де осылай пісіріп, отбасыңызды қуанта беріңіздер. Рахмет!